Баршаңызға қайырлы күн уақыты. Менің есімім Айкерім Асылбек. Сіздермен бүгін сарымсақталған нанның ең оңай, ең керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын, менің Instagram желісіндегі парақшам Айкерім Асылбек, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сарымсақталған нанды дайындау үшін бізге аз көк керек. Менде қатырылған, сіз өз талғамыңызға қарай түрлерін таңдасаңыз болады. Және сарымсақ, сары май керек. Нанды өз қалауыңыз бойынша таңдайсыз, бірақ батон, багет нандарынан жақсы шығады. Өзімізге қажет мөлшердегі нанды 0,5 см етіп кесіп аламыз. Енді жақпамызды дайындаймыз. Сары майдың үстіне аз көк және сарымсақты езіп саламыз. Турап салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, нанымыздың бетіне жағып шығамыз. Дайын болған нанымызды пергамент қағазының үстіне қоямыз және пеште 200 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің сарымсақталған нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Бұл видео сізге ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айкерім Асылбек. Назарларыңызға көп рахмет. Баршаңызға ас болсын.